Kanalıma hoş geldіңіздер. Сіздермен болған Қатира. Бүгін сіздерге басқа тағылатын арнайы дайын орамал хит болып жатқан. Баста өте әдемі тұрады, байлаусыз резинкамен. Осы тігілу жолын көрсететін боламын. Менің каналымнан алыстамай видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін каналға тіркеліп, колокольчикті баса кетіңіздер. Алдымен маған осындай матаны алып аламын. Оның ұзындығы мен енін өлшеп аламын. Ені 1 метр болады, ұзындығы да ені де 1 метр аласыздар. Матаның екі бұрышын бір-біріне қойып, 3 бұрыш қылып өлшеп аламыз. Матаны düzü өлшеп аламыз да, шетін қиып аламыз. Асықпай отырып қиып аласыздар. Міне бар қиғанымыздан 2-3 бұрыш шықты. Бұл екеуінен 2 тюрбан шығады, дайын орамал шығады. Оның біреуі керек емес. Енді біріншісі баған лекал жасап аламыз. Ұзындығы 44 см етіп қиып аламыз. Тура қақ ортасын 7,5 см етіп қиып аласыздар ұзындығы. Оның екі ара қашықтысы 11 см. Енді жоғарыда қарата 5,5 см етіп өлшеп аламыз. Қалған сызықтарды қосып бір-біріне осыны доға лекала шығады. Матамызды осылай қайырып аласыздар, екі бетін бір-біріне қаратып, сол қайырып алған матаның үстіне екі бүктеп аласыздар. Оның үстіне лекаланы қойып, иненің көмегімен шаншып аламыз. Сол қиған кезде қозғалмай тұрады. Осы инені шаншып алдым. Тағы жандарына өстіп шаншып аламыз инені. Лекала қозғалмас үшін осылай инемен шаншып алдым. Енді доға етіп қиып аласыздар. Тақсылап отырып қиып алдым. Қалғаны алып тастаймыз. Инені алып,
Енді қиып алдық. Бұл осындай болып шығады ашқанда, сопақ болып. Мына жұққа паутина деп айтылады. Сіздер дублиринға қисаңыздар болады. Дублирин ол кішкене қатайтып тұрады. Мен дублирин болмағандықтан осындай паутинка, екі жағы бірдей клей, бұл жабысып қалатын. Осыны тура доғалай етіп, сопақша етіп қиып аласыздар. Бірдей қып. Паутинканы жақсылап қиып алдық. Керек емесін алып тастаймын. Ең бірінші бұлыма үстіне паутинка қойдым. Оның бір бұрышына жай ақ материалды қойдым. Материалдың үстіне паутинка жабыстырса, оның үстіне бұлмен қойып, қызып тұрған үтікпен үтіктеп аласыздар. Пармен. Осылай жабысып қалады. Артық жерін қиып алып тастайсыздар. Қиылған үш бұрышының үш шетін зигзагпен тігіп аламын. Қазір сіздерге московский шоп дегенді көрсететін боламын. Бірінші үш бұрышын зигзагпен тігіп аламын. Машинаға регір қойса боламын. Бір шет екіге қоямын. Ерегін ең шеттегі үлкендеуіне қойып, үште тұр. Ол үште тұра береді солай. Енді осымен қайырмай, тек қан шеттін ғана зигзагпен тігіп аласыздар. Құр өзін ғана. Сонда әдемі көрінеді. Үш бұрышына тігіп алдым зигзагпен. Енді оны жіңішке етіп қайырып, шетінен ғана жай тағы да тігіп шығамын. Үш бұрышында тігіп аласыздар. Сонда московский шоп болып шығады, әдемі болып тұрады. Міне тігіп алдым. Әдемі болып тігіліп шықты. Енді матаның қақ ортасын белгілеп тауып аламыз. Осылай өлшеп аласыздар, бір-біріне қойып, тура ортасын инемен шаншып аламын. Енді мына қиылған доға материалымыздың шетін зигзагтап тігіп алдым. Міне. Зигзагтап тігіп алдым қазір. Оның екі бүктеп, қақ ортасын тауып аласыздар. Оны инемен шаншып алдым. Енді доға жағын, бағана үш бұрыш екеуін, қақ ортасын екеуін, тура ортасын белгілеп аламыз. Тура үшін белгілеп, инемен шаншып аламын.
Iğneмен чанчып аламын. Кат тиккенде өзүбүзгө оңой болуп турат. Енді осы аралыкты тыгып аламын. Машинамен тыгып алдым. Ең алдымен матамыздың 2-3 бұрышын біріктіріп, қақ ортасын тауып аласыздар, маңдайшасы. Сол маңдайшасын инемен белгілеп аламыз. Сол жаңағы біз маңдайшадан бастап жоғары қарата 45 сантиметр етіп өлчеп аламын. Енді осы аралықты домалақ етіп сызып аламын. Бір-біріне қосып. Асықпай осылай сызып аламын домалақ етіп. Енді екінші жағын тура солай сызып аламын. Және белгілеген жерден астыға қарата дейін сызып аламыз. Көрініп тұр ғой мына жерде. Тура солай домалақ етіп сызып алып, сызып алдым. Маған резинка керек болды. Оның ұзындығы 12 сантиметр. Соны маңдайшаға әкеп қойып, алдымен маңдайшаға әкеп резинканы инемен чанчып аласыздар. Соны қазір осылай бүріп тігетін боламыз. Бана сызып алған жерді. Алдымен қақ ортасын тағы да белгілеп аламын. Қақ ортасын инемен чанчып аламын. Сол инемен чанчып алған жерге дейін резинканың жартысын сол жерге дейін бүріп тігіп шығамын. Резинканы тартып отырып тігем. Қалған жерін маңдайшаға дейін әкеп тура маңдайшаның жанына тігіп аласыздар.
Міне осылай тігіп шықтым. Бүріп резинкемді. Осы дайын тюрбан шықты. Өте әдемі. Мен каналым сіздерге ұнап жатса, бір лайк басып қолдап қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.